Ақтөбе туған жеріміздің туған өнімдері атты аш сабағымыз. Тамаша, мен өзімді жақсы сеземін. Менің көңіл-күйім керемет. Мен жұмыс жасауға дайынмын. Мен жіберілген мақсатыма жетемін. Балалар, бүгін тәрбие сағатында біз Ақтөбе жайлы айтамыз. Ендеше балалар, біздер жаңа қандай Ақтөбе! Ақтөбе қандай қала? Кім қалай түсінеді? Әдемі! Ақтөбе бай! Ақтөбе әдемі! Ендеше балалар, бүгін біздің ашық сабағымыз біздің туған жеріміз Ақтөбеміздің өнімдері туралы болмақ. Яғни біз бүгінгі сабақта, ашық сабағымызда туған жерімізде тереңірек үңіліп, ары қарай қандай өнімдеріне бай екен, кеңінен талқылайтын боламыз. Ақтөбе туралы кім қандай тақпақ айта алады? Ақтөбенің табиғаты байлығы, еркіндігі, елдігі саналы, сүйсіз сәби туған жер. Ақтөбенің 30 жылдық осыдан басталады. Тамаша. Бекнұр. Үлкен Ақтөбеме жыр арнадым. Жүрегімнен төгіледі жырлар ағын. Көркіне көз тоймайтын Ақтөбені сәл алысқа алдап кетсем сағынамын. Бүгінгі біздің Ақтөбе қаласы жайында қысқаша мағлұмат беріп кетейін. 1869 жылы Ақтөбе қаласы деген статусқа ие болды. 1874 жылы біздің Ақтөбе облысы деген атаққа ие боламыз. 17 аудан болған. Біздің ауданда Ақбұлақ және Арал деген аудан болған. Ақбұлақты Орынбор қаласына беріп, қазір бізде 14 аудан бар. Біздің Ақтөбе облысы өте шикізатқа бай. Біздің жерімізде не өндіріледі? Бізден хром өндіріледі, мыс өндіріледі, никель, фосфор. Бізде әктас, қиыршық тастар, мына жерде көрнекілікке көп бар. Біздің Ақтөбе облысы өте бай. Сонымен қатар біздің Ақтөбе облысында ауыл шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысады. Балалар, келесі айдарымызға көшейік. Бізде мына 4 топ бойынша қазір жұмыс жасаймыз балалар. Бірінші топ Алға, Ойыл, Ырғыз ауданы, екінші топ Байғанин, Темір, Қобда ауданы да, үшінші топ Мартөк, Хромтау, Әйтеке би, төртінші топ Мұғалжар, Қарғалы, Шалқар ауданы. Ендеше балалар, сіздер 4 топ болып бөліндіңдер. Осы топ бойынша сіздер қандай мағлұматқа иесіңдер, қандай шөптер өседі, қандай өзендер бар, қандай жануарлар бар, қандай өнімдер шығады, суреттеріңізді мына жерде өздеріңізге картада белгіленген аумақтарыңызға жабыстырамыз. Бірінші топтан бастаймыз қазір. Екінші топ. Топ бізде Мұғалжар, Қарғалы, Шалқар ауданда. Балалар, біздің картамыз мінекей біздің өнімдерімізге толықтыра, өздерін жабыстырғанда толықтыра кетсек, мінекей Темір ауданына мұнай деді, шығып жатқан қаншама жаңағы хромтадан хром дедік, никель дедік, мына әктас жаңағы шығып жатқан өнімдерімізді. Біздің мінекей жануарларымыз қаншама, барлық жерде біздің 4 түлік малымыз бар да балдар. Мінекей өнімдеріміздің барлығы біздің Ақтөбе облысының мінекей картасына сіздер жаңа жабыстырдыңыздар да. Мінекей сонымен қатар кефир, сметана, жаңағы сүзбелер, әктас, алтын, гипс, қиыршық тас, шалқар су өзімізде шығатын шұбар өнімдері. Мынау мінекей алтын өнімі. Бұл деген не Мұғалжар ауданына шығады. Кәдімгі алтын, хром. Мынау көмір, ауылдық жер жағады мінекей. Отырыңдар. Мынау қиыршық тастарымыз. Барлық біздің Ақтөбе облысында өндіріледі. Сонымен қатар бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Мұнай және газ шығарады. Газ шығарады. Мартөктен айран шығады, жарайсыздар. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, Ақтөбе облысына 150 жылдығына сіздер шын жүректеріңізде не тілек тілейсіңдер? Шынайы лебіздеріңізді
айтсаңыздар болады. Біздің қала гүлдене берсін, жайнай берсін, жарқырай берсін. Ақтөбе өсе берсін, өркендесін. Биігінде тұрсыншы бар қаланың. Еліміз тыныш көркейе берсін. Қонақ жайлы халқы бар құтты мекен. Ақтөбеме күннің көзі нұрын төккен. Тату достық ынтымақ бірлікпенен төлі ұлт бір жиналған ұлы мекен. Бүгінгі біздің ашық сабағымыз Ақтөбе туған жеріміздің туған өнімдері атты ашық сабағымыз осымен аяқталды.